Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін ерекше тақырып бойынша әңгіме қозғалып отырмыз. Бұл Қазақстан жеріндегі үңгірлер. Жалпы Қазақстан жерінде үңгір өте көп, олардың өзінің жынысына байланысты, жердің ерекшелігіне байланысты сан алуан болып келеді. Жалпы Қазақстанда үңгірдің 2000-нан астам, саны 2000-нан асады. Оның ішінде бізге белгілілерінің өзі, немесе қасиетті үңгір болып саналғандардың өзі 100-ге жуық екен. Енді солардың ішіндегі біріне тоқталып өтсек, бұл біздің тақырыбымызға арқау болып отырған Айдаһарлы Құдайберлі үңгірі. Айдаһарлы Құдайберлі үңгірі Қарағанды облысы Нұра ауданы, Шөптікөл ауылынан 25-26 километр қашықтықта орналасқан. Мен сіздерге нақты координаттарын, егер баратын болсаңыздар осы жерге, мен сіздерге сұрасаңыздар описаниесіне жазып жіберемін. Бұл Жақсыкөл өзенінің сол жағалауында жартас бетінде 6 метр биіктікте орналасқан. Оның екі кіреберісі бар. Бір кіреберісінің биіктігі 2 метр, екіншісі кіреберісінің биіктігі тоже 2 метр. Бір кіреберісінің ені 6 метр, екіншісі кіреберісінің ені 3 метр. Үңгір өз ішінен екі бөлікке бөлінеді және ішінің ұзындығы 20 метр болады екен. Жаңағы кіреберісі екі бөлінетін жердің ұзындығы. Енді бұл Айдаһарлы Құдайберлі үңгірін археолог ғалымдар ғылыми тұрғыдан зерттеген екен. Ең алғашқы экспедиция 1976 жылы Волошиннің басшылығымен Целиноград облыстық тарихи-өлкетану мұражайы ұйымдастырған археологиялық экспедиция барысында жасалған. Одан кейін 1987 жылы Чендиннің басшылығымен жүрген Қарағанды мемлекеттік университетінің археологиялық экспедициясының отряды екінші рет зерттеген екен. Зерттеу нәтижесінде Айдаһарлы тауында орналасқан Айдаһарлы Құдайберлі үңгірі бұл неолит дәуіріне жатқан екен. Өйткені сол Айдаһарлы тауының және неолит дәуірінің тұрағы. Одан Айдаһарлы үңгірінің ішінде ежелгі кен өндірушілердің орны екені анықталған екен. Дегенмен бұл Айдаһарлы үңгірі туралы әртүрлі аңыздар бар. Енді сол аңыздарға тоқталатын болсақ, Айдаһарлы Құдайберлі үңгірінің аңызын ең алғаш рет осы Нұра ауданының тұрғындары, ақсақалдарынан жазбаған екен. Ол бабалар сотының 100 томдығына енген. Содан мысал келтіріп кетсек, аңыз екі түрлі болып келеді. Бір аңыз, бірақ екі оқиғасы екі түрлі. Бұл бойынша енді Құдайберлі деген атақты батыр өмір сүрген. Бұл арғынның ішінде Алтай руына жатады екен. Сол Құдайберлі батырлық сондай дейді, бір ұрғанда тасты үгітіп тауды құлатады екен. Бұл Құдайберлінің жан дегенде жалғыз досы Айдаһар болған екен. Ол Айдаһар Құдайберлінің жылқыларын қорғайды екен. Жылқыларын қорғағаны үшін Құдайберлі батыр бұған күніне бір жылқы беріп тұрады екен. Екеуі тату тәтті өмір сүріп жүрген кезде күндердің бірінде Құдайберлінің баласы жартасты үңгірде келе жатып жаңағы Айдаһар көріп қалады. Айдаһардың жылтыраған құйрығын көреді. Сол жерде ол жаңағы жылтыраған не екен деп құйрықты шауып жібереді екен. Сол кезде Айдаһар ашуланып жаңағы баласын жұтып қояды екен. Бұған ренжіген жаңағы Құдайберлі Айдаһардың құйрығын шауып алады. Содан әй Құдайберлі, мен құйрығымды ұмытпаспын, сен жалғыз балаңды ұмытпассың, қош бол деп жаңағы тауды жарып үңгірдің ішіне кіріп кетеді екен. Содан бастап бұл жер Айдаһарлы үңгірі деп, Айдаһар Құдайберлі үңгірі деп аталған екен. Жалпы Айдаһарлы Құдайберлі үңгірі туралы 19 ғасырдың басынан бастап қазақ жеріне келген экспедицияларда зерттеушілер жазған екен. Соның бірі 1816 жылы қазақ даласына кен орындарын іздеуге келген Иван Шанкиннің экспедициясы қызық деректер кездестіреді. Жергілікті тұрғындар зерттеушілерге біраз аңыздарды баяндап берген, оның қасиет жөнінде сыр шерткен екен. Сонымен қатар Марк Шнейдердің жазбасында екі жеті таумен шектелетін Жақсыкөл өзені Қысаң даланы суырып жатқанын жазады. Қысаң даланы суарып жатқанын жазады. Яғни осы өңірде Жақсыкөл, Жаманкөл деген екі өзен бар. Бұл өзен сол жергілікті халықтардың шаруашылығы үшін өте маңызды өзен болып саналады. Жергілікті қазақтар сол таулардың ішінде жыландардың ордасы болуы мүмкін деген үңгірге алып келеді екен жаңағы Марк Шнайдерді. Оның басты назарын аудартқан жайт үңгірден шығатын дауыс пен жарық болыпты сол кездегі. Сол маңдағы тұрғындардың болжауынша әруақтармен байланысты бұл тылсым жайттарды естіп көргендер жансыз қалатын болыпты. Ел арасында тараған аңыздың кесірінен үңгірге ешкім жоламаса керек. Сол экспедицияның әскери және шаруашылық жағын басқарған Набоков деген адам естігенін былайша баяндайды. Баяғы заманда мұнда үлкен жылан өмір сүріпті. Ол кейде жылқының өзін жұтып жіберетіндей алып болған екен. Қазақтар оны сәуле шығаратын қасиеті барын көрген. Бұл жарықтың шығу себебін анықтау мақсатында мұнда ондаған адамның құралған топ келеді. Сол кездің өзінде олардың көзі бірден осында тұрған ұзындығы 20 метрден асатын үңгірге түсіпті. Үңгірдің ішінің тарлығы әр жерде әртүрлі екен. Тылсым орынның кейбір жерінен жалғыз адам әрең өтсе, кей жерлері бірнешеуін оңай сейдіратын еді. Бірақ адамдар үңгірді мекен еткен ешқандай жыланды да, басқа жәндікті де кездестірмеген екен. Осылай үңгірден ештеңе табылмаған екен. Енді бұны тарихшы Жамбыл Артықбаев ағамыздың айтуы бойынша, үңгірде жел соққан кезде екі жақтан үрлеп, не түрлі дыбыстарын шығып, жергілікті тұрғындардың үрейленуіне себеп болған болуы мүмкін дейді. Ал үңгірдің ішінен сәуле таратып, сыртқа жарқырай көрінуінің экспедиция мүшелері анықтай алмаған екен. Осы орайда ғалым ысқырық дауысының шығуымен үңгірдің ішінде жарық сәуле ойнауының үңгірдің төбесінен тұрған түндік дейді себеп болуы мүмкін айтады. Бір өкініштісі, қазір бұл кезде үңгір баяғы экспедиция мүшелері еркін кіріп жүргендей ұзын емес. Бұны кеңес өкіметі кезінде геологтардың неден қорыққаны белгісіз. Үңгірдің аузын қауіпсіздік үшін жаңағы арнайы бомбалап үңгірдің аузын жауып тастаған екен. Жалпы қысқаша осы, қазір егер Айдаһарлы Құдайберлі үңгіріне баратын болсаңыздар, қазір үңгірдің аузы өте тар,
адам ішіне кіру өте қорқынышты. Сондықтан егер үңгірге барам деп ниеттенсеңіздер, Нұра ауданына алдымен жетіп, сол жерден адамдарға хабарлассаңыздар, адамдар сіздерді ертіп алып барады. Осы Айдахарлы үңгірінің жанында жаңағы неолит дәуірінің тұрақтары бар. Бұрын жергілікті адамдардың айтуы бойынша көне түркілердің балбал-тастары орналасқан екен. Жалпы қазақ даласында аждаһа, айдаһарға қатысты үңгірлер өте көп, тылсым жұмбақ үңгірлер бар. Каналға жазылып, менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге осы үңгірлер туралы өте көптеген ақпараты бар видео баяндар салып отыратын боламын. Аман сау болыңыздар.